Қайырлы кеш достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік болып шығатын творожно-кокосовый печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға електен өткен ұнның үстіне қаймақ және бөлме температурасындағы маргаринді, бір дана жұмыртқаның сарысын қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Байқағандарыңыздай, бұл печеньенің қамырына ешқандай қопсытқыш сода қосылмайды. Осылай лопатканың көмегімен араластырып алып, одан кейін қолымызбен өте жұмсақ қамыр елейміз. Құрметті менің достарым, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Арнамда шыққан жаңа видеомды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ендігі кезекте печеньеміздің салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін творогтың үстіне қантты, кокосовый стружканы, ванильный сахар және де бір дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздердің творогтарыңыз ірі болса, алдын ала блендермен езіп алсаңыздар болады. Енді қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті дөңгелек етіп жайып шығатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, осы видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ендігі кезекте дәл осылай видеодағыдай бөліп шығатын боламыз. Және де әр бөлікті жоғары жақтан осы видеода көріп тұрғандарыңыздай тіліп шығамыз. Енді салмасын салып, екі жағын түйіп, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай печеньемізді дайындайтын боламыз. Міне тағы да бір-екі рет түйіп көрсетемін. Міндетті түрде екі жағын қайырып түйіңіздер, сол кезде салмамыз шығып кетпейтін болады. Печеньеміздің барлығын жинап болғаннан кейін ешқандай жылток, яғни жұмыртқаның сарыуызын жағудың қажеті жоқ. Алдын ала қызып тұрған пеште 200-220 градуста аздап қызарғанға дейін пісіріп алатын боласыздар. Мінекей тағы да жақыннан түйіп көрсеттім. Печеньелеріміз жинап болдым. Ендігі кезекте печеньелерімізді духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей печеньелеріміз дайын. Ендігі кезекте печеньелеріміздің үстіне не тающий, яғни еріп кетпейтін сахарный пудрамызды сеуіп шығатын боламыз. Ауызға салса еритін керемет печеньеміз дайын. Бұл печеньені үй жағдайында қарапайым заттардан дайындауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар.